Махамбеттің тарихида тағдырлы туындысының бірі Қиыл қырғыны. Бастауын Орынбор өңірінен алып, Қобда ауданын қақ жарып өтетін Қиыл өзені Ойылға барып құяды. Сол түні Қиыл тұнып аққан еді. 1838 жылдың 11 шілдесінен 12 шілдесіне қараған түн. Ер Исатай 500 ғана сарбазымен Гекенің мұздай қаруланған жазалаушы отрядына қарсы шығуға тәуекел еткен. Шайқас таңға қарай басталған еді. Сол күнгі қан төгіске Ақбұлақ жазығы куә, қан боп аққан Қиыл өзені куә. Исатай мен 19 жасар ұлы Оспан ажал құшады. Осылайша Исатайдан айырылған Махамбет артынан осынау қиян кескі шайқасты суреттеген, қапыда кеткен ердің бейнесін сомдаған, жауға шапқан және Қиыл қырғыны деген күйін шығарып тартады.